Сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге арықтауға арналған меню ұсынамын. 1300 калорийдан тұрады. Ең бастысы көп уақыт алмайды және қарапайым ингредиенттерден тұрады. Ең алдымен таңғы асқа ПП сырная лепешка жасаймыз. Ыдысқа бір жұмыртқа, сүт, жүгері ұнын немесе күріш ұнын қосып араластырамыз. Аскөкті майдалап тураймыз. Сырды үкіштен өткіземіз. Менде сыр сулугуни. Дәмі бойынша тұз қосамыз. Мен тұз қоспадым, себебі сырдың өзінде тұз бар. Табаға кисточканың көмегімен сары май жағамыз. Табаға құйып, қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Кішкене қызарған кезде екінші жағына аударамыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын, өте тойымды және пайдалы шықты. Бірінші перекусқа менде 100 грамм греческий йогурт және бір алма. ПП түскі ас жасаймыз. Орташа пиязды майдалап турап, немесе блендерде ұсақтап аламыз. Тауықтың етін өте майдалап, жұқалап тураймыз. Оның үстіне бір жұмыртқа, пияз қосып араластырамыз. Отыз грамм күріш ұнын немесе сұлы жармасын қосамыз. Әрине тұз және дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Мен копченая паприканы қостым. Қолымызды сәл сулап, котлета жасаймыз. Менде 6 штук шықты. 2 штугын тоңазытқышта қатырып қойдым. Табаға зәйтүн майын жағып, 4 штук котлетаны пісіреміз. Екінші жағына аударған кезде бір кесе су құйып, дайын болғанша дейін пісіреміз. Қасына гарнирға 50 грамм макарониді пісіріп алдым. Піскен кезде жарты шай қасық май қосаңыздар болады. Түскі ас дайын, калориясы аздау шықты. Макароны күрделі көмірсуларға жатады. Біздің организмімізге күрделі көмірсулар өте қажет, себебі сол арқылы біз энергия аламыз. КБЖУ небәрі 398 калорий шықты. Екінші перекусқа менде 100 грамм банан. Ең оңай салат жасаймыз. 2 қиярды турап және пекинская капустаны турап ыдысқа саламыз.
үстіне тұз сеуіп және 1 ас қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Кешкі асқа менде түскі астан қалған 2 котлеті және қасына салат. Міне достар, біздің арықтауға арналған экономды меню дайын. Маған өте ұнады, дәмді шықты. Міндетті түрде жасап, комментарийде көзқарастарыңызбен бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.